Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Хабар арнасының эфирінде Ұлы дала өркениеті бағдарламасы. Ұлы жібек жолы бүкіл адамзат баласының мәдениеті мен өркениетінде ерекше із қалдырған. Еуразияны төтесінен кесіп өткен сауда жолы біздің ата-бабаларымыздың тарихында да айрықша орынға ие. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда Ұлы жібек жолы деген тақырыпқа сөз қозғамақ ниеттеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Белгілі зерттеуші Жихангез Сапар Ысқақұлы. Қош келдіңіз. Және Еуразия ұлттық университеті шығыстану кафедрасының доценті Күлпаш Мырзамұратқызы Ильясова. Қош келдіңіз. Тарих ғылымдарының кандидаты. Енді менің мынандай алғашқы сауалым, тарихқа қарайтын болсақ, онда бүкіл адамзат баласында сауда жолдары болған. Бұл ежелгі тарихтан қазіргі уақытқа дейін жалғасып келе жатыр. Мысалы, алып қарайтын болсақ, онда Еуропада да, Азия елдерінде де осындай, мысалы, жерорта теңізіндегі сауда жолдары, қатынастары болған. Ұлы жібек жолының солардан айырмашылығы неде болған? Ауқымы жағынан ба, өзінің үлкендігі жағынан? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Ұлы жібек жолының тарихы енді көне замандардан басталады. Тарихқа жүгінетін болсақ, біздің дәуірімізге дейінгі сол 2-ші ғасырдан бастау алады. Қытайдан Европаға дейінгі аралықта үлкен ірі сауда жолы жүргені тарихтан белгілі. Енді бұл ең бірінші кезекте біздің ойымызға оралатын нәрсе батыс пен шығыстың, қазір біз айтып отырмыз ғой, сұхбаты деп. Сол аралықтағы байланыс, шығыс пен батыстың арасындағы байланыс. Ерекшелігі де сонда. Жалпы бұл Ұлы жібек жолы деген терминнің өзін береректе 19 ғасырдың 2-ші жартысында нақтылап айтатын болсақ, 1877 жылы енгізілген бұл термин. Германдық бұл өзі кейін пайда болды. 19 ғасырда пайда болған термин. Кейін пайда болған Фердинанд фон Рингтгофен деген кісі. Ол өзі геолог болған, географ болған, жалпы көне дәуірде, орта ғасырларда жалпы мынау осындай ірі сауда жолдарының тарихын жазуға негізінен сол саяхатшылардың, географтардың рөлі өте күшті болған. Солар негізін қалап кеткен. Жазуға кеткен, жинағанда материал. Мысалы, жаңағы Рим империясының сауда жолдары. Ол жаңа сұрағыңызға байланысты айтатын болсақ, әрине ол кезінде жаңа сіз айтқандай ежелгі римдіктерде антикалық тарихта өзіміз. Содан кейін жерорта теңізінде болған сауда су бетінде бәрі жолдары бар ғой, өзінің жаңа су жолымен, құрылық жолымен, әуе жолымен деген сияқты. Ал енді мына Ұлы жібек жолының онымен салыстырғандағы ерекшелігі бұл бірінші кезекте шығыс пен батысты байланыстырып тұр. Оқшау емес. Бүкіл мысалы континенттердің барлығын қамтып тұр. Ауқымдылығы жағынан өте ауқымды. Яғни батыс пен шығыс елдерінің жаңағы шығыс пен батысты байланыстыратын қанша мемлекет бар, сол мемлекеттердің барлығын кесіп өтіп сол ауқымдылығы жағынан ерекшеледі бірінші кезекте. Жақсы түсіндім. Енді Сапар Ысқақұлы, сіз еліміздің бүкіл ұлы даланың тарихына үлкен үлес қосып отырсыз, оны зерттеу ісіне. Мына Ұлы жібек жолының шыққан жерінен бастап аяқталған, соңына дейін барған жердің бәрін аралап шықтыңыз десек болады. Оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында, батысында көрдіңіз. Осыдан қандай ой түйдіңіз? Жалпы Ұлы жібек жолының біздің тарихтағы алатын орны қандай? Біздің бабаларымыз үшін Ұлы жібек жолының рөлі неде болған? Ұлы жібек жолы енді Қытайдың шығысындағы Чаньян деген қаладан басталады. Одан барып ұлы Қытайдың неші бар ғой, қамалы. Соның бер жағындағы Дунхуан деген қалаға шейін, одан бер қарай уже біздің мынау Қырғызстан, Қазақстан тересі. Бұл өзі 3 жол болған. Солтүстік, орта, оңтүстік. Ал енді мынау біз арқылы өтетін жол. Бұл кішкене кейінірек басталды. Оның өзінде де кейбір жолдар тағы бөлініп кете береді. Әртүрлі политикалық саяси байланыстарға байланысты бұл өзгеріп отқан жол. Мысалы 6-7 ғасырларда бұл жол өтті. Қазақстанның оңтүстік арқылы, Қырғызстан арқылы, Өзбекстан, Ферганский долина дейді. Біздің қалаларда басып өтті. Әсіресе Тараз, Отырар, ол кезінде Шаш деді, Ташкент қазіргі. Сол қалалар арқылы өтті. Бұхара, Самарқанд арқылы өтті.
Енді бұл қалалардың, біздің қалалардың көбісіне бұл экономика жағынан үлкен әсер етті. Қазір мысалы бұрын Алматы қаласы деген болды. Алматы қазір тұрған жерде, онда 1000 жыл бұрын Алматы қаласы тұрды. Оның жанында Талкиіз қаласы тұрды. Ол да өркендеген сол кезіндегі Моғолстанның уақытындағы, Қараханитардың уақытында болған. Сол сияқты бер жағындағы мынау Отырарды сол уақытында мысалы 9 ғасырларда жақсы дамыды. 12-13 ғасырға шейін жақсы дамыды. Ол кезінде мынау мәдениет, содан кейін өндіріс жақсы, Отырар әсіресе үлкен дамыған қала. Бірақ өкінішке орай енді білесіздер 1219 жылы Шыңғыс ханның жорығынан кейін көп қалалар зиян болды. Өртенді, қирады, бұрынғы дамып келе жатқандарын уже айырылды. Бірақ сонда да артынан тағы да өмір жалғаса береді. Мысалы, Отырар қаласы 19 ғасырға шейін өмір сүрген, бірақ бұрынғыдай сонда жақсы болған жоқ. Ол кезінде мынау Алтын Орданың кезінде де сауда жақсы жүру үшін олар күллі мүмкіншіліктің бәрін жасаған. Әрбір караван-сарайлардың арасында мысалы күзеттер тұрған, оларға жүріп сақтану үшін. Бірақ сонда да енді мынау теңіз жол ашылғаннан кейін көп жүктер теңіз арқылы кететін болды. Индия мұхиты, Қызыл мұхит, содан кейін барып мына жерорта теңізіне шығып кетеді. Содан кейін оңтүстіктегі жаңа айттым 3 жолмен кеткен деп. Солтүстік, орта, оңтүстік. Мынау Сирия арқылы, Ирак арқылы. Оларға жүк сол орта Средиземноморье зон дейді ғой. Жерорта теңізде шейін жетсе болды. Сонда арқарай әкете береді. Не болмаса, ол кезде Константинополь дейді, Александрия, сол қалалар болған ғой. Осындай, сосын кішкентай ғана бір тармағы, мен енді айтып өтуге болады, кішкентай ғана тармағы, мынау біздің осы Астана қаласының жанындағы мынау Бозок деген қала. Кішкентай ғана болған. Даже осы арқылы да өткен дейді. Бір тармағы да. Демек, бұл қызық екен, бұны зерттеу керек. Бұл мына орталық Қазақстан, Сарыарқа өңіріне байланысты үлкен тарихтың бір тармағы ғой. Өйткені қалалар өте көп болған. Біз картада сыздық осы Қазақстан тарихы бойынша. Енді оны, мысалы, егер біреулер кішкене арқарай зерттегісі келсе, біз бере аламыз. Өйткені бұл уникальный карталар. Бұл жерде де жібек жолының сол жолдары бәрі көрсетілген, қалалар көрсетілген. Жақсы, бұл өте қызық деректер екен. Бұны біз әрине бөлісуге, насихаттауға өз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Құрметті қонақтар, енді бүгінгі сұхбатымызды журналистеріміздің арнайы дайындаған сюжетімен жалғасақ. Көне жібек жолының бірнеше тармағы қазақ жерімен өткендіктен осы бағыт арқылы тауар ғана емес, түрлі технологиялар да тарады. Оған Еуропа даласынан табылған тарихи заттар дәлел бола алады. Алайда әлемнің жаңа тарихында орталық Азияның рөлі еленбей қалды деген пікір айтты сарапшылар. Өйткені теңіз жағасындағы ақш, Ұлыбритания және Франция сияқты мемлекеттер тез дамып кетті де, ішкі құрлықтағы елдердің үлесі ұмыт қалды. Орталық Азия, оның ішінде Қазақстанның тарихы Еуропа мен Азияның үлкен тарихының негізгі элементі. Ол болмаса біз батыс пен шығыстың байланысын, мәдени-экономикалық қарым-қатынасын толықтай көре алмаймыз. Сондықтан бұл процесті түсіну үшін 1000-2000 жыл бұрын әлем үшін Орталық Азияның орны қандай болды деген сұраққа жауап беруіміз керек. Ол әлемге қандай жаңалықтар ашты? Біз алдымен осы аймақтың тарихи орны мен маңызын мойындауымыз керек. Ұлы жібек жолы сауданың көрігін ғана қыздырған жоқ. Халықаралық экономиканы өркендетті, мәдениетті дамытты. Сондықтан мамандар әлі де бұл тақырыпты терең зерттеу керек деп санайды. Енді менің мынандай тағы бір сауалым. Ғалымдар айтады, жібек жолын түйе мен жылқы салған дейді. Себебі енді ол жермен ол кезде автокөлік те жоқ, кеме емес, құрлықтық жер, бүкіл жүкті таситын сол екі
жануар, ал бұлдың өзі біздің мына бабаларымыздың, біздің ұлттық сондай шаруашылығымыздың ең бір нақты көрінісі. Бұған дейін де мысалы жылқы мәдениеті деп айтылды, қазір де айтылып жүр. Осы жерде жылқы мәдениетінің тағы бір көрінісін байқаймыз. Осы жөнінде не деуге болады? Айтып жатырмыз, Ұлы Жібек жолының тарихи тамыры ол көне дәуірде жатыр деп. Оны енді бері қарай келгенде жаңа аға айтып кетті. Сол моңғол шапқыншылығымен 14 ғасырға дейін келді ғой, теңіз жолының 14 ғасырға дейін келді. Кезең-кезеңмен алып қарайтын болсақ, ол кезеңнің өзінің бір ерекшелігі, жаңа өзіңіз атап өткендей, көліктің тасымалдаудың бір несі осы біздің төрт түлік малымыздың ішінде жаңағы екеуі айтып отырған өзіңіз. Оның ішінде енді жылқы мен түйе, жалпы Ұлы Жібек жолы деген кезеңде кез келген адамның жаңағы ойында көз алдына елестейтін осы түйелер ғой. Жаңағы керуен соның жаңағы сауда керуен жолы сол түйе арқылы елестейді. Бірақ қазір соңғы зерттеулер бойынша жалпы бізге сол бірінші мынау біздің тауарларды сол жаққа жаңа аға айтып кеткендей, оның жаңағы мысалы Қытайдан шыққан жаңағы жібек матасы, оны Қытай императорының өзі тарихында жазады ғой, өзіне мынау сауда жасайтын соған ыңғайлы серіктестерді табу мақсатында жіберген адамдар. 10 жылдан кейін қайтып оралған екен олар. Сонда біздің орталық Азияға ол Қазақстан арқылы кетеді мысалы. Ал енді біздің жаңа айтып отырған сол осы жол арқылы өтетін тауарларымыз, мысалы біздің жаңағы көлік жылқының тұяғы, жылқы сол арқылы барған деген, ол енді тарихшылар оны дәлелдеп отыр, арнайы зерттеулер де бар. Енді бір мынандай ойға мынандай мәселе оралады. Жібек жолы десе, атының өзі бұл өзі 19 ғасырда берілген деп жаңа жақсы айттыңыз. Тек Қытайдың тауарын тасымалдайтын бір транзит сияқты оралады да ойға. Бірақ дегенмен мысалы түйе, жылқы болмаса ол жолда болмайды. Себебі ол жерде тасымалдайтын күш керек қой. Осы орайда біздің бабалардың осы шаруашылық экономикалық қызметінің моделінің ықпалы осы жібек жолына. Сол туралы айтайықшы. Себебі біз батыс пен шығысты біріктірген деп көп айтылып жатады. Қытайдың рөлін айтып жатады. Қытай енді қазір бір жол, бір белдеу деп тырысып жатыр, жанталасып қанша миллиард ақша салып. Өзіміз туралы айтсақ, осы жібек жолының бойында. Мен біріншіден айтар едім, біз бұл жібек жолында тек қана Қытайдың товары тасылған жоқ. Мұнда бірінші күллі өндіріс товары тасылды. Әрбір мемлекеттің сол жібек жолындағы. Екінші мәдениет, транзит дейді, мәдениет. И тарихи да даже айтуға болар еді. Сондықтан бұл жолдың мағынасы өте жоғары. Европа мен Азия араласты сол арқылы. Өздерінің товарларын өткізіп отырды. Күллі қалалардың бәрінде де монетный двор болды. Біздің Қазақстан территориясында 2 жерде мысалы монетный двор болды. Енді ол кезінде әрине қазақ өмір бойы малмен айналысқан, оның ішінде жылқы, түйе біздің ең басты малдарымыз деп есептейміз. Сондықтан әрине ол қазақтарға өте тиімді болды. Барлық жағынан да. Сосын жаңа біз айтып кеттік, қазақтың қалаларының түгел аралап өтті. Мысалы қараңыз, міне қаншама қалалар сол кезде пайда болды. Қаншама қалалар пайда болды сол кезінде. Мен енді айтайын былай қарағанда, Алматы қаласы, Құлан, Тараз, Испеджап, енді Шашта ол біздің қала болып есептелді. Отырар, Ясы қаласы, Сауран, Сығанақ, міне Янжекен, одан кейін бар мынау Бол кәдімгі Еділ өзенінің бойындағы мысалы мынау Саксен қаласы, оның бер жағындағы мынау Сарай Бату, Сарай Берке қалаларды, Астрахан, міне мынау Саксен, одан кейін бар Астрахан болды. Міне осы жолдың барлығы біздің бабаларымыздың тұрған жері. Оның ар жағында енді Дешті Қыпшақ деген уақытында Дешті Қыпшақ мынау Алтайдан Дунайға шейін түгел жатқан кең өлке ғой. Соның бәрінде де біздің мысалы бабаларымыз өтті. Біздің бабаларымыз тұрған жерінің өткен жаңа жібек жол 2-3 тармақпен өтеді. Мен жаңа біреуін айтып кеттім мынау. Отырар арқылы, Янжекен арқылы, Саксен арқылы өткен. Одан кейін азғантай кішкентай бір тармағы мынау Бозок арқылы өтті. Ал ең үлкен тармақтар енді кеткен оңтүстік арқылы. Оңтүстіктегі.
мынау Тараз, одан кейін Шаш, одан кейін мынау Бұхара, Самарқанд, Хорезм, солар арқылы Каспийден өтіп. Олардың енді мынау тасымалдайтын адамдардың бәрі де ылғи қауіпсіз жерді іздейді, қысқа жолды іздейді. Сондықтан да әрбір мемлекет тырысқан сол жаңағы жібек жолы солардың территориясынан өту үшін. Өйткені олар да егер жібек жолы солардан өтетін болса, сауда-саттық, өркениет барлығы да көтеріледі. Енді жаңа Сапар Ысқақұлы өте жақсы мәселенің басын ашты, бұл мына жібек жолы бойындағы қалалар деген. Осы жөнде сіз қандай ой қосасыз? Мысалы, мен мынандай қызық дерекке жолыққан едім бүгінгі хабарға дайындалу барысында. Тараз базары әлем айнасы деген екен сол кезде. Әлем айнасы. Әлем айнасы. Себебі Таразда кез келген затты сатып алуға болады, кез келген затты сатуға болады дейді. Үлкен сауда орталығы. Енді Тараз байлардың қаласы деп арабтың саяхатшылары көп айтқан ол кезінде. Ал Тараз сол жібек жолының ең гүлденген тұсында керемет қала болған. Мысалы, Отырар алқабы дейміз, қазір біздің оңтүстік. Ол жерде 150-ден астам кішкентай қалалар болған екен. Яғни сол заманның сауда кластерлері ғой бұның бәрі. Жаңағы 150 шағын қала деген. Онымен қоса білім мен... Сол қалалардың бәрінде де мысалы болған ғой. Ұсталар, үлкен технология. Жалпы сол жөнінде айта отырсақ, тарихшылардың, мамандардың айтуы бойынша бұл орта ғасырлық қалаларды зерттейтін өзінің мамандары бар. Ол кісілердің айтуы бойынша, жаңа сіздер атап өткен қалалардың 300-400-дей қала болған дейді. Сіз жаңа бір ғана мысалы бір қаланың өзінде айтып отырсыз, Отырардың өзі кішігірім қалалар, қалашықтары болған 150-дей деп. Мысалы қараңыз, сонда бұл жерлерде қала дегеннің өзі біздің академик Болат Көмековтың айтуы бойынша жалпы өркениет деген ұғымның ішіне кіретін оның 4 компоненті бар дейді. Соның біреуі қала екен. Қала, мемлекет, мәдениет, жазу. Мынау қалалар, мысалы, сол өркениеттің көрінісі, біздегі шығыс өркениеті. Біз мысалы батыс өркениеті, шығыс өркениеті деген ұғымдарды өте жақсы білеміз. Бірақ енді сол батыс өркениетінен бұрын пайда болған біздің шығыс өркениеті, қазіргі көзқараспен айтатын болсақ, осы өркениеттің бір көрінісі ретінде біздің Қазақстан территориясында жалпы Ұлы Жібек жолының негізгі ошағы біздің Қазақстанның оңтүстік аймағы. Оның ішінде мысалы 2 қаланы бөліп айтуға болады. Қаланың жаңасы айтқан Тараз қаласы әлемнің айнасы деп ол бекер айтылмаған ол сөз. Қаланың 2000 жылдығы аталып өткенін білеміз. Түркістан қаласының 150 жылдығы, 1500 жылдығы аталып өткенін білеміз. Жалпы Талхиз қаласы мысалы үшін, Талхиз қаласы аға айтып кетті, Талғар, сол кезде Талхиз қаласы сол кезде мысалы парсылардың көпестері сол жерде сауда-саттық жасаған екен. Ал мен ағаның бір сұхбатында оқыдым, бұл кісі Венецияға барғанда, Венецияда қыпшақ көпестері болған екен деген сондай мәліметтер бар. Сонда қараңыз, Италияда сол жақта біздің қыпшақтар жүр, а мына жақта біздің парсылар жүр, ирандықтар жүр. Ал батыс Қазақстанды айтатын болсақ, жаңа сіз тоже мына картадан өте жақсы жасалған екен, картамен қарап отырмын. Енді мынау Сырдарияның төменгі жағы ғана Янгекент әрі қарай кетеді ғой. Сол кезде мысалы үшінге сол батыс Қазақстанда мысалы гректердің көп болғаны және орта ғасырлық жәдігерлерді қазба жұмыстары кезінде табылған грек мотивтері бар. Сол мотивтердің құмыралары, енді мен мынандай бір ой қосқым келіп отыр. Мысалы біз мына жібек жолының біздің тарихтағы үрдістерге әсерін талдайтын болсақ, мысалы 10-11 ғасырлар, 12 ғасыр, бұл мына біздің түркі дәуіріндегі ренессанс деп айтылады да, үлкен Жүсіп баласағын өмір сүрген кез, Қарахан мемлекетінің кезеңі, өте керемет сондай бір адам ойының, технологияның сондай бір ой сананың жетілуінің сондай бір үлкен көрсеткіші. Мысалы Ахмет Егінөкей дейді. Олар өз бір замандас адамдар ғой, арасы енді алшақ болғанмен сол бір кезең. Қашқари, мысалы Қожа Ахмет Яссауи, оның бәрі үлкен бір әлемдік деңгейдегі философтар. Хайдар Дулати, Мұхаммед Хайдар Дулати, Әл-Фараби. Мысалы Әл-Фарабидің өзі. Бұл өзі мына жібек жолындағы сондай бір алыс берістің
сонда үлкен бір технологияның, ойдың бір қазаны сияқты қайнап жатқан, сол заманда, сол ортада туған адамдар сол біліммен сөйтіп көтеріліп, сондай үлкен шығарма жазған. Шам қаласында жоқ. Жаңа Әл-Фарабиді айттыңыз, соны бір айта кетіңіз. Мен жағын айттым, мынау жібек жолы тек қана товар тасымаған, олар мәдениетті де, тарихты да, басқа жағын түгел араластыруға себеп болды. Бұл жай ғана бір сауда жолынан гөрі үлкен бір мысалы, цивилизацияға Әл-Фараби туралы. Мысалы, Әл-Фараби ол кісі отырады. Ол кезде Фараб деп аталды қала. Фарабтың жан жағында толып жатқан кішкентай қалалар болды. Бәрінде де өндіріс болды. Мынау Фарабтың өзінде, қаланың өзінде де үлкен, сол кезінде университет сияқты үлкен оқу орны болған. Онда үлкен жаңағы кітапхана болған. Ол кезінде қолжазбалар үлкен көп сақталған. Одан кейін бар ол кісі өзінің мынау несін білімін жоғарлату үшін ол кісі Багдадқа барған, сол кезінде Дамаскіге барған. Дамаскіде көп жыл жұмыс істеген. Сол Дамаскіде қайтыс болып, сонда жерленген. Қазір ол кісіге үлкен Қазақстанның атынан үлкен мемориалдық комплекс салынды. Енді өкінішке орай ол қазір ашыла алмай тұр. 11-ші жыл ол біткен уже. Бірақ енді 12 жылдан бастап мынау азамат соғысы басталды Сирияда. Енді қазір күтіп отырмыз. Бізге как только мынау виза ашады, біз барып келеміз. Экспедициямен барасыз? Жоқ, енді былай да барамыз. Өйткені онда біздің үлкен екі тұлға бабаларымыз жатыр. Біреуі Әл-Фараби, біреуі Сұлтан Бейбарыс. Демек, осындай үлкен ғылымға, адамзаттың ой санасын ықпал етуде, осы ортаның, қалалық мәдениеттің, осындай өркениеттік дамудың бір әсері болған. Сөзсіз, сондықтан біз осы ұлы тұлғаларды зерттеуде де осы біздің аймақтағы сол кездегі геосаяси, экономикалық алыс-беріс жағдайын есепке алуымыз керек деген ойдан. Енді бүгінгі сұхбатымызды тағы бір сарапшымыздың пікірімен жалғасақ, сосын сұхбатымызға қайта ораламыз. Жалпы біздің қазақ тарихындағы ең бір тарихи кезеңге толы кезең бұл әрине біздің заманымызда 2-ші ғасырда қалыптасқан Ұлы Жібек жолы туралы. Жалпы Ұлы Жібек жолы бұл қазақ тарихындағы батыс пен шығысты байланыстырған қазақ елі үшін нағыз орталық болды деп айтуға болады. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолындағы ең ірі қалалар біздің жаңағы Тараз, Түркістан, одан кейін қалса осы Жетісу аймағындағы Талғар, Қойлық қалашықтарын айтуға болады. Бұл қалашықтардың ерекшелігі неде болды? Біріншіден, біз есімізде болса, елбасымыздың бастамасымен 2003 жылдан бері әлемдік діндер съезі өтеді жыл сайын. 2003-2006 жылда өткен болса, осы дәстүр негізінен сонау заманда қалыптасқан болатын. Себебі Қойлық қаласындағы археологиялық қазба жүргізу нәтижесінде осы Қойлық қалашығында мешіттің орны және Будда храмының орындары және сонымен қатар христиандық католик шіркеулер табылған болатын. Яғни сол кезеңдегінің өзінде Қазақстан дәстүрлі діндердің негізгі ошағына айналды десек те болады. Оны археолог қазба жұмыстары бізге дәлелдеп беріп тұр. Сонымен қатар Ұлы Жібек жолының даму барысында біздің еліміздегі сауда өнеркәсібі, сауда экономикасы, сонымен қатар Қытай және батыспен экономикалық қатынастар жақсы дамыды. Сонымен қатар осы Ұлы Жібек жолының нәтижесінде бізде Тараз қаласында сонау 8-ші ғасырда теңге соғу дәстүрі қалыптасқан болатын Тараз қаласында, жаңағы түркеш қағанаты кезінде. Және де осы Ұлы Жібек жолының біздің қазақ тарихында қосқан тағы бір үлесі бұл мәдени ескерткіштердің қалыптасуы, яғни қалалардың бой көтеру болып табылады. Енді тағы мынандай сауал, Жібек жолын жаңа сіз Сапар Ысқақұлы айтып кеттіңіз. Бақылауда ұстау үшін талай мемлекеттер, үлкен саяси күштер бір-бірімен бәсекеге түсіп отырған, Жібек жолын өз уысында ұстағысы келген дедіңіз. Осы жөнінде айта тұрсақ, бұл мысал үшін жаңағы түркі кезеңі дейміз, одан кейінгі Моңғол Алтын Орда кезеңі, оның арасында Дешті Қыпшақ кезеңі бар, Қазақ хандығы. Осы жөнінде айта кетсек. Ұлы Жібек жолының жаңа сіз айтып кеттіңіз, дұрыс айттыңыз, бұл шарықтау кезеңі бұл түркі дәуірімен байланысты. Түркі дәуірі бұл 6-12 ғасырлар. Осы кезеңде жаңа айтып өткен тек қана сауда емес, мәдени ірі тұлғалар да, мәдениет байланысы, қолөнер дейді мысалы. Соның бәрі осы кезеңде болған. Мысалы үшінге темірді соғуды
батыстағылар шығыстан үйренген. Мысалы. Жаңа мәдениеттің бір көрінісі тағы да айтатын болсақ, сол шығыстан мысалы Будда келді біздің Қазақстан жеріне. Тәңіршілдік, зарастризм, христиан, жаңа несториандық бағыты, ислам, мысалы, соның барлығы осы Ұлы Жібек жолы арқылы болды. Жақсы. Осы барлығы. Сіздің осы жібек жолын мысалы Ақсақ Темірдің өзі Алтын Ордамен неге бәсекеге түсті деген кезде осы жібек жолының тармағына бола экономикалық сондай бір мәселеге бола осындай екі мемлекеттің арасында текетірес болды деген сондай тұжырымдар бар, иә? Осы жібек жолының осы үлкен бір саяси экономикалық құрал ретіндегі рөлі қалай болды деп ойлайсыз? Мынау Алтын Орда мен империя, мына Темірлердің империясы арасындағы болған соғыстар бұл меніңше саяси жағынан болды. Бұл мынау жібек жолына байланысты емес. Меніңше, менің ойым солай. Өйткені ол кезінде әрқайсысы енді өзінің сондай саяси несін жүргізіп келеді, ықпалын жүргізіп келеді. Ал енді соғыс жүріп жатқан уақытында ешқандай да жібек жол жұмыс істемейді. Тұрақсыздық кезде. Ол кезінде сондай соғыстар болып тұрды. Ал мынау Алтын Орданың кезінде олар керісінше мынау нені сақтап қалғысы келді. Жібек жолының қатынастарын, өйткені оларға тиімді болды. Сол арқылы олардың қалалары өсті, оларға пайда келді. Ал енді одан ары қарай мынау 11-12 ғасырда алатын болса, мен айтып кеттім, біздің бабаларымыз мынау Каспийдің жоғарғы жағы, Кавказдың солтүстігі, Қара теңіздің солтүстігі. Сол кезінде кейбір каравандар сол арқылы өткен. Қырымға шейін барған. Қырымнан барып гректер арқылы әкеткен. Теңіз арқылы әкеткен. Византия өзінде үлкен салу жасап тұрған. Ал мына Украина оңтүстігіндегі кейбір қазба жұмыстар жасалған уақытында біздің бабаларымыздың жатқан кәбірін ашқан уақытында соның ішінен кейбір заттар табылып жатыр. Мысалы, Византияда жасалған, Қытайда жасалған, тағы басқа жер. Ол нені көрсетеді? Ол кезінде сол жер арқылы сауда-саттық жағында караванный не жүріп жатқан жібек жолы. Әрине, қай жерден жібек жолы өтеді, сол халыққа өте пайдалы. Сапар Ысқақұл, мен мынандай сауал қойғым келіп отыр. Енді жібек жолының шарықтап дамыған кезеңін біз айттық, өте мықты болған. Енді жібек жолы мына ұлы мұхиттық географиялық ашылулардан кейін құлдырайды. Себебі Қытайдың тауарын, шығыстың тауарын теңізбен, мұхитпен апаратта ол арзан, қауіпсіз, жылдам болды. Ал осы уақытта былай алып қарайтын болсақ, Еуразия кеңістігіндегі үлкен-үлкен алып империялар осы жібек жолы ыдырағаннан кейін оларда әлсіреп, экономика тоқтап, сауда, мысалы, жаңағы өркениеттік байланыстар тоқтап қалып, Еуразиядағы, мысалы, біздің ата-бабаларымыз құрған үлкен-үлкен мемлекеттер экономикалық, өркениеттік, мәдени сондай изоляцияға ұшыраған сияқты. Осыған байланысты сіздің бір пікіріңізді біле кетсек, осы үрдіс менің ойымша мына тіпті мына Абай заманына дейін, одан кейінгі кезеңге дейін жүрді. Шыңғыс ханның жорығы деп айтамыз. Ол Алтын Орданы құрды. Алтын Орданың енді пайдасы да бар, зиян да бар. Енді мен зиян жағын айтатын болсам, біздің қазақтың халқына, біз экономика жағынан, өндіріс жағынан кедергі болдық. Ресейде сондай болды бір уақыт. Бірақ олар Европаға жақын, олар Европамен қарым-қатынас жасай бастады. Соның арқасында Ресей бізге қарағанда ілгерірек дамыды. Ал мынау ішінде де Орта Азия, әсіресе қазақтың даласы, сол кезінде изоляцияда қалып қалған сияқты болды. Ешқандай қарым-қатынас азайды, өндіріс азайды, сауда-саттық азайды, барлық жағынан да, экономика, мәдениет, саяси, барлық жағынан да. Сондықтан да біз, егер мынау Ресей Европадан 300 жыл артта қалатын болса, біз одан да көп артта қалдық. Соның арқасында біз бардықта Ресейге тәуелді халық болып шыға келдік. Енді содан барып біз кішкене әлсіредік. Бізді жан жағымыздан қамай бастады. Жоңғарлар,
бір жағынан қалмақтар, орыстар, біздің бабаларымыздың мықтылығынан ғана біз өзіміздің шекарамызды меніңше сақтап қалдық. Енді Абайды айтасыз, енді Абайдың кезінде, ол кезінде біз орыстың кәдімгі несі сияқты болып қалдық. Боданы болды. Боданы болып қалдық. Енді жаңағы жібек жолы ыдырағаннан кейін жұмысын тоқтатуы әлемдегі мына әлемдік деңгейдегі бір геосаяси сондай бір тектоникалық үлкен өзгеріс қой. Бұл енді бүкіл адамзаттың баласының дамуын мүлдем басқа жаққа бұрған. Мысалы, арасында бір 3-4 ғасыр бұрын Орта Азия қандай болған? Мысалы, Тараз сияқты үлкен қалалар сауданың арқасында дамыса, Тараз кейін келе, мысалы, мүлдем басқа кейіпке түсті. Қыстақтың деңгейіне, кішкентай бір қалашықтың деңгейіне түсіп кетті ғой. Жаңағы сауда тоқтап қалғаннан кейін, жаңағы бір ағып жатқан қан келмей қалған сияқты, су тоқтап қалған. Осы жөнінде айта кетіңіз, себебі бұны біздің мына тарихта тарихшылар көп айтады. Экономический инфаркт қой. Иә, экономикалық инфаркт болды. Тоқтап қалды да бәрі. Біз тек соны бір реанимация деген де бар ғой тағы да. Мысалы, ол енді былай ғой. Оны жаңа айтып тұрмыз, біздің дәуірімізге дейінгі қараңыз, 2-ші ғасыр, 14-ші ғасырға дейін. Гүлденіп тұрған кез ғой. Тұра берін, бірақ енді солай гүлденіп, өзі дамудың өзі гүлдену өз болады ғой, қалыптасуы, гүлденуі, құлдырау деген. Анау шегіне жеткен кезеңде ол құлдырайды. Өзі диалектикада солай. Сондықтан да бұл жерде мысалы басқа теңізбен қарым-қатынас болып кетті. Бұл жерде уже қоғамның сұранысы басқа болып тұр. Батыс пен шығыс байланысты, бір-бірімен жат тауар алмасу, мәдениетаралық байланыс барлығы болды. Қажеттілік болмай тұр уже. Жаңа жол ашылды, жаңа әлем. Оны енді дамудың бір жаңа моделі. Басқа кезең теңіз жолы арқылы, мысалы, жаңа айтып жатсыздар, тиімді жолын іздеу сауданың. Жаңада керуен, түйемен, жылқымен жүру емес енді. Әрине, ол енді ешқандай. Мысалы, мына экономикалық оқулықтарда, барлық кітаптарда қазіргі әлемдегі мына тауар тасымалдау, әлемдік, жаһандық деңгейдегі тауар тасымалдаудың 70%, 70-тен астам пайызы теңізбен жүреді екен. Демек, жаңағы 30% деген ол мына құрлықтық, мемлекетаралық. Ол жаңағы глобалды үлкен деңгейдегі тауар қатынасына ол құрлықпен онша жүрмейді екен. Біз енді осы мәселені жеңіп, себебі Қазақстан тікелей өзі мұхитқа шыға алмайтын мемлекет қой. Бұл біздің геосаяси қиындығымыз да сол. Әлемде өзі 40-тан аса осындай мемлекет бар. Африкада көбінесе бұл мемлекеттер ашық айту керек, дамуы төмен, себебі мұхитқа шыға алмайды. Қанша бай болса да, жаңағы байлықтарын шығару, жеткізу өте қымбатқа соғады да, олар сондай геосаяси, сондай бір қақпанға түсіп қалған сияқты. Бүгінгі сұхбатымызды тағы бір сарапшымыздың пікірімен жалғасақ, сосын сұхбатымызға қайта ораламыз. What is the new perspective of the new Silk Road? Жібек жолының тарихи маңызы туралы бәріміз де білеміз. Жалпы зерттеушілер жаңа жібек жолын ғылыми жағынан зерделеп келеді. Совет өкіметі құлаған соң орталық Азияда жаңа тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Және олардың өз концепциялары, бағыттары болды. Алайда олардың даму бағыттары бір-бірімен сәйкес келмеді. Сондықтан Қытайдың орталық Азиядағы жаңа жібек жолы жобасы маңызды. Себебі ескі жібек жолы секілді қазіргі жоба арқылы да жол қатынасы дами бастады. Қазақстан мен Қытай қарым-қатынасы күшейіп, тек қана экономика емес, білім саласында да байланыс жолға қойылып келеді. Мен басқаратын Еуразия ұлттық университеті жанындағы G-Global және Silk Road орталығы да Қазақстанның осы жаңа жібек жолындағы бастамаларын зерттейді. Қайталап айтамын, бұл жібек жолы тек Орта Азия елдері үшін ғана емес, Шығыс Еуропа мен Африка аймағы үшін де пайдалы. Енді біздің мемлекет, біздің қазақ елі осы жібек жолын қайтадан жаңғыртқысы келіп, үлкен инициативалар бар. Мысалы, Батыс Еуропа, Батыс Қытай дейміз, мысалы, Каспийден порт ашу, Қытаймен жақсы қарым-қатынаста болып, осыны қайтадан жаңғырту. Осыны сіз өзіңіз түсіндіре кетсеңіз, себебі бұл тек қана бір экономистердің арасында, саясаткерлердің арасында ғана емес, бүкіл халық соны түсіну керек сияқты, менің ойымша. Мынау Совет уақыты кезінде Совет үкіметі өзіне өзі изоляция қойды. Саяси, экономический. Соның арқасында ол өте дамыған жоқ. Оны білесіздер. Соның аяғы келіп, міне, тарауға әкелді. 91 жылдан бастап біз егемендікке қолымыз жетті. Біз өзіміздің экономикамызды құра бастадық. Алдың кезінде әрине қиынырақ болды. Қазір жақсы деп айтуға болады. Біз күллі дүниесімен сауда-саттық жасай аламыз. Экономия, саяси байланыс жасай аламыз. Мәдениет байланыс жасай аламыз. Одан кейін міне қазір глобализация деген келді. Қазір
біздің жастар интернет арқылы дүниежүзімен барлық жермен байланыс алады. Барлық жерден информация алады. Барлық жермен сауда жасай алады. Қазір сіздің заказыңызбен әкеп беруге мүмкіндік бар. Сондықтан барлық жағынан да глобализация енді ол өзі алады. Түбі глобализацияға барлық мемлекеттер түседі. Сондықтан да қазір біз енді қорқамыз. Ертең Қытайлар келеді, орыстар келеді, тағы басқа келеді деп. Бәрібір соған біз барамыз. Дайын болу керек дейсіз ғой. Міне қазір Америкаға қараңыз, Америка континентін. Барлығы енді цветной дейді. Енді орысша айтқанда. Аралас. Аралас. Латинская Америка. Енді көресіз, 100 жылдан кейін не болған? 100 жылдан кейін Канада, Америкада, кәдімгі Латинская Америка сияқты, оларды кәдімгі аралас болып шығады. Қазір міне Европа уже шақырып жатыр, өйткені оның адамдары түгел қартайып жатыр. Жұмыс істейтін жастар азайып жатыр. Олар қайта шақырып жатыр басқа жақтан адамдарды. Міне қаншама адамдар қазір Европаға барып жатыр. Тек қана Сирияның өзінен 1 миллион сыртында адамдар барды. Қазірдің өзінен, мысалы, мына осы соғыс басталған кейін, где-то 3-4 миллион уже Европаға кірді. Олар өздерінше жібермейміз деп жатыр. Бірақ болмайды. Глобализация бәрі өзінің алатын алады. Жібек жолы, міне, жібек жолы деген, жібек жол түгел дүние жүзін араластырды. Азия мен Африканы араластырды. Ол тек қана Қытайдың товарын жаңа айттым ғой, тасыған жоқ. Бұл күллі мәдениет араластырды, күллі өндіріс араластырды, күллі тілді араластырды, религияны араластырды, барлық жаңалар араластырды. Жаңа сізге айтып отырмын, глобализация деп. Сол заманның глобализациясы жасаған ғой. Біздің бабаларымыз 53 елде іздерін қалдырған. 53 елде. Қайда қазір, мысалы, 53 елде олардың сүйек жатыр. Ол жай ғана емес, басқарушылық, әскери аристократия. Барлық жағынан да. Значит, біздің бабаларымыз о жаққа барды, олар ертең о жаққа келеді деген сөз. Жақсы. Енді жаңағы менің сауалыма сіз жауап бере кетсеңіз. Жібек жолын жаңғырту. Енді бұл 21 ғасырдың өзінің бір заманның өзінің талабы болады ғой. Сондай талаптардың бірі деп ойлаймын. Мен өйткені жаңағы Ұлы Жібек жолының өзінің бастау көзі Қытайдан басталды деп жатырмыз ғой. Қытайдан бастау болды деп. Қытайда мысалы оларда осындай бастамаларымен қазір белгілі болып отыр, айналысып жатыр. Жаңа жібек жолы дейді, бір белдеу, бір жол, оның бәрі проект жүріп жатыр. Америка құрама штатының өзін қазір сол сауда соғысы дегенде тырнақшада айтылып жүр ғой. Америка алпауыт мемлекет, қазір жаңағы екі жүйе жоқ. Қазір глобализация, жаһандану заманында қазір шығыстан Қытай шығып тұр, алпауыт мемлекетке қарсы. Сосын енді тек сауда емес ол экономикалық. Оның ішінде мәдениет бар. Яғни экономикалық, мәдениеттік құндылықтар. Саясат бар. Жаңа сіз Ақсақ Темірге байланысты сұрақ, оны сіз айттыңыз, онда бір бар, ондай бар. Енді ол бір себептердің бірі. Бір себептердің бірі. Неге? Өйткені жаңағы Ұлы Жібек жолындағы мынандай қалаларға, осындай қалаларға ие болуға ол кезде бәрі де талпынған. Сол үшін күрескен. Егер сондай қала болса, осы сол мемлекеттің, мысалы, Орта Азиядағы бір ғана мемлекеттің, немесе Қырғызстанның, мысалы, Өзбекстанның территориясы алып, сол үшін күрескен ғой олар. Өйткені экономикасын көтереді сол арқылы. Ал енді жаңағы өзіміздің Қазақстанға келетін болсақ, елбасымыз өзіңізге белгілі 2008 жылы жолдауында, 2008 жолдауында осы Батыс Европа, Батыс Қытай деген үлкен жобаны, сол Ұлы Жібек жолын қайта жаңғыртудың жаңа баламасы бұл. Осыны ұсынды. Негізі 2030-ға дейін аяқтау құрылысы бұның. 3 мемлекет қатысып отыр, өздеріңіз білесіздер. Біріншісі Ресей, Қытай, сосын Қазақстан. Енді мен айтайын деп тұрғаным, бәрібір бізге мынау жаһандану дәуірінде, заманында бізге көрші отырған мемлекеттермен және жаңағы теңіз жолына неге шыға алмайтын мемлекеттер, олар міндетті түрде осындай жобалар арқылы өзімен жаңа геосаяси орналасып, сол шығады, болады, болу керек. Сондықтан бұл дұрыс бағыт деп ойлаймын. Бұл енді бізде мысалы тарихтан сабақ алу деп айтып жатамыз ғой. Тарихқа қарап, келешекті жоспарлау, келешекке бір ұмтылу. Себебі тарихқа білмейтін, тарихтағы заңдылықтарды білмейтін ұлт өзінің келешегіне
аяқ баса алмайды деген мәселе бар да. Және тағы мынандай мәселе, жаңағы ғылым, экономика дедік қой. Мына сауда-экономикалық интеграциялық өркениеттік әлемде қазір 3 орталық бар дейді да ғалымдар. Біріншісі бұл мына Солтүстік Америка құрама штаттары жетекшілік ететін мына нафта дейді. Соның айналасында бұған тіпті мына Латын Америкасының біраз солтүстік бөлігі де қосылады. Екіншісі, енді өздеріңіз білесіздер, мына Батыс Еуропа, Еуропа одағымен бірге мына еуропалық аймақ ареал. Үшіншісі, мына Шығыс Азия. Жапония бар, Қытай бар, үлкен Малайзия, өз мына Азияның. Бүкіл үрдістер, ғылым, технология, трендтер, барлық ғылымдағы жаңалықтар, экономикадағы ақшаның айналымы, бәрі осы 3 жерде жасалады. Және басқаларға, периферияларға сол жерден беріледі. Енді Қазақстанды алып қарайтын болсақ. Қазақстан, біз айтамыз, Еуразияның кіндігінде, дегенмен осы 3 орталыққа да біз кішкене шалғайлаумыз. Сондықтан бізге осындай өркениеттік, ғылыми, білім жағынан ұмтылуымыз үшін бізге қандай әдіс керек, айла керек, тәсіл керек? Қытайдың жаңа жібек жолы жасап атқандағы онда да толып атқан саясат бар. Ол бір экономикалық мүдде ғой. Товарын апару керек. Екінші ақша бару керек. Үшінші адам бару керек. Қазір мысалы қарап отырсаңыз, Қытай Еуропаға қаншама инвестиция жасап жатыр. Еуропаға. Оның сыртында күлі Латинская Америка, Африка, түгел Қытайдың инвестиция болып жатыр. Уже Трамп уже қорқып жатыр Қытайдан. Енді көресіз, ол қанша қашқанмен бір 20-30 жыл, 50 жыл, 100 жыл бәрібір экономика түгел араласады. Ол Американы қорғап қара алмайды. Не айтым ба? Глобализация. Сауда жүрмей, басқа жүрмей, іштеме болмайды. Бірақ оның арасында, сауданың арасында саясат те кетеді. Мысалы, Қазақстанның территориясы үлкен, адам аз. Біз әрине қорғап қалғымыз келеді. Сондықтан да әрине мен саясаткер емеспін. Бірақ біз барлық жағымен де қарап отыруымыз керек. Өте ой бауырым болып кетсек, алдан біз ұтылып шығуымыз мүмкін. Сондықтан барлық жағынан да біз экономика жағынан енді қарым-қатынас болу керек. Бірақ меніңше саяси ешкіммен өте жақындамауымыз керек. Жақсы, жаңағы сауалға байланысты. Бұл сауалға байланысты енді менің ойым, жалпы дүниежүзілік тарихта екінші басын бастаған жаңалдың екінші дүниежүзілік соғыстан кейін капитализмнің орталығы саналған 3 орталық болған. Біреуі жаңа айтқан Америка құрама штаттары, екіншісі Батыс Еуропа, үшіншісі Жапония. Ал жаңа сіздің неңіз соған келіп тұр. Қазіргі орталықтар. Қазіргі орталықтарда келіп тұр. Солтүстік Америка дедіңіз, Батыс Еуропа және Шығыс Азия дедіңіз. Біз енді 3 орталықтан да алыс тұрмыз деп жасыл. Бірақ жаңа глобализация, жаһандану, біз оны алысты жақындататын сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Өйткені жаңа айтып кеттік, нарықтық экономикада біз қазір цифрлы экономика, әлемдік экономикада жалпы бар нәрсе цифрлы экономика, жасанды интеллект деген, сол арқылы біз жақындап отырмыз. Енді осы 3 орталықтың ішінде біздің Қазақстан, сол Шығыс Азия, жаңағы ар жағы Жапония, Корея, Қытай. Осы Қытай арқылы, неге мысалы жаңа Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасы, бастамасы, елбасының ол бекер емес. Санкт-Петербургтан Қытайдың, мысалы қандай бір қаласының аты тілімнің ұшында тұр, соған дейінгі аралықта мысалы автокөлік жолы. Соны салуды ол бекер емес оның барлығы. Оның барлығы сол байланыс. Сол автокөлік арқылы әрі қарай сосын шығамыз біздер. Жақсы, құрметті қонақтар, бұл біздің мына сұхбатымыздағы, бүгінгі хабарымыздағы соңғы сауал болатын. Енді әрқайсыңыз ғылымда қызмет етіп, осы қазақ халқына қажетті сондай тарихи мәліметтерді беруде үлкен еңбек жасап жүрсіздер. Сіздерге алғыс айтамыз. Осы ел үмітін арқалаған міндеттеріңіз, жұмыстарыңыз табысты бола берсін. Үлкен жаңалық күтеміз сіздерден. Енді жаңа біз айтқан мәселе бұл енді мен кіммін, біз кімбіз, біздің тарихтағы қазіргі замандағы алатын орнымыз қандай деген сауалға осы жібек жолы біздің ата-бабаларымыздың қызметі соны көрсетсе керек. Енді сол дәстүрді, сол тарихты біз ары қарай жалғауымыз керек. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, сіздер
Ұлы дала өркениеті хабарын көрдіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.